Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Алмагүл. Бүгін біз өте дәмді сұйықтаған манпар әзірлейтін боламыз. Видео басталмас бұрын каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бізге қажетті заттар: ет, пияз, картоп, бұрыш, чеснок, сельдерей, укроп. Ең алдымен барлығын төртбұрыштап турап шығамыз. Одан кейін қазанға май құйып, біртіндеп видеода көрсетілгендей қуырамыз. Қамырына бір жұмыртқа қосып, тұзды сумен илейміз. 2-3 рет илеп тындырғаннан кейін жұқа етіп жайып, төртбұрыштап кесеміз. Қамырын салар алдында 10 минут бұрын бұрыштарын, чесноктарын салып аламыз, одан кейін қамырын саламыз. Мінекей манпарымыз дайын, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер.